Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа бұқтырылған ет пен күріш дайындайтын боламыз. Ең алдымен қазанды қыздырып, үстіне қазылық майын құямыз. Көкөністерді турап аламыз. Көкөністерге болгар бұрышы, сарымсақ және де капуста керек. Бірінші сарымсақты қазанға саламыз, жақсылап сарғайғанша қуырамыз. 400 грамм етті алып, оны да жақсылап қуырамыз, қоңырқай болғанға дейін. Еттің сөлі шығып қуырылған соң көкөністерді бірден салып жібереміз, олармен бірге жақсылап қуырамыз. Осы кезде специяларды салсаңыздар болады. Тұз, паприка, бұрыш. Мен тұз бен паприка салдым. 1-2 минут қуырып аламыз көкөністермен бірге. Біраздан кейін асты күймеу үшін 1 кесе суға бұқтырып 5-10 минут ұстап ет піскенше ұстаймыз. Егер сулары бітіп жатса, міндетті түрде су құю керек. Күрішімізді тазалап жуып, үстіне тұз сеуіп, ыстық сумен оны қайнатып пісіріп аламыз. Ет дайын болып қалды. Осы кезде ақырын ғана су құйып, газдың астын азайтып, аз отта бұқтырылуға қойып қоямыз. Күріштің суы азайған сайын міндетті түрде су құйып пісіріп аламыз. Күріш пісқанда осылай қоюланады. Пісқан күрішімізді суық суға салып, салқындатып аламыз. Күрішіміз дайын. Енді оны кесеге салып, сіздер әртүрлі форма қолдансаңыздар болады. Күрішті кесеге толығымен толтырып, тәрелкеге орналастырамыз. Салмасын салып, әдемілеп үстелге ұсынсаңыз болады. Қазақша контентімді қолдап кеттіңіздер. Мен бұл каналымда пайдалы тағамдарды үйретемін. Мені жоғалтып алмау үшін тіркеліп алыңыз.